Егерде сіз де өз балаңызды осындай бағдарламада көргіңіз келсе, төменде тұрған номерге жазылып, Жұлдыздар Академияға келіп, өз балаңызды сынап көріңіздер. Сәлем достар, сіздермен бірге Жұлдыздар Академиясы және де жастар бағдарламасының кезекті шығарылымы. Бүгін бізде қонақта Бақдәулет. Сәлем. Сәлем. Қалайсың? Жақсы. Көңілің қалай? Жақсы. Бүгін бізде қонақта Расул. Сәлем. Сәлем. Қалайсың? Жақсы. Көңілің қалай? Жақсы. Бүгін бізде қонақта Толғанай. Сәлем. Қалайсың? Жақсы. Көңілің қалай? Өте жақсы. Бүгін бізде қонақта Жанель. Сәлем. Сәлем. Қалайсың? Жақсы. Көңілің қалай? Жақсы. Сәлем. Сәлеметсіз бе? Есімің кім? Аружан. Аружан, жасың қаншада? 14-тем. Бүгін бізде қонақта Арайлым. Сәлем. Сәлеметсіз бе? Қалайсың? Жақсы. Көңілің қалай? Жақсы. Сәлем. Саламатсыз ба? Есімің кім? Гүлсезім. Жасың қаншада? 9-да. Көңілге қалай? Жақсы. Бүгін бізде қонақта Бегарыс. Сәлем. Қалайсың? Жақсы өзіңіз. Жақсы, шүкір, рахмет. Бүгін бізде қонақта Диана. Сәлем. Сәлеметсіз бе? Қалайсың? Жақсы өзіңіз. Шүкір, рахмет. Бүгін бізде қонақта Нұрдәулет. Сәлем. Сәлеметсіз бе? Қалайсың? Жақсы. Көңілің қалай? Тамаша. Сен бізді қайдан көріп, қайдан кеттің? Мен Инстаграмнан көрдім. Инстаграм желісінен көрдің, иә, бізді? Тамаша. Жарнамалар бойынша керек. Жарнама бойынша. Керемет. Мен біріншіден маған оны айтқан жоқ. Ешкімге айтқан жоқ. Бірақ мен сені бір жерге алып барам деп айтты. Сюрприз болды ма саған? Иә. Мен бұл бағдарламаны Инстаграмнан көрдім және де бұл Мейрам кино студиясы мен ютубтан бақылаймын. Маған ұнайды. Актер, актрисалары өте мықты деуге де болады. Кастинг жайлы, яғни Инстаграм желісінен көрдің, Иә. Тамаша. Мен сіздерді YouTube каналынан Мейрам кино студиясын байқаладым. Сіздердің зум екенін шетелі YouTube несінен көрдім. Сенің өзге балалардан қарағанда айырмашылығың неде? Футболды жақсы ойнаймын. Қаттырақ жүгіремін. Мен өзге балалардан қарағанда айырмашылығым жоқ деп ойлаймын. Мен өте қиялшылмын. Және айырмашылығым. Керемет. Менің айырмашылығым жоқ. Бар шығар. Бар деп ойлаймын. Мен негізден өзіме алдыға мақсат қойсам, соған жеткенше бар күшімді салып, ұмтыламын. Солай. Білімімде. Білімінде, ал қалайсың да? Сен басқалардан қарағанда оқуды жақсы? Мен басқалардан қарағанда оқуды жақсы оқимын. Сен не үшін ерекшесің олардан? Или ерекше емессің бе? Ерекше емеспін. Неге? Айырмашылығым. Кішкене серьезный. Байқадым. Сол айырмашылық. Мен ялжақ емеспін. Ялжақ емессің? Қош. Ал өзге балдар істей алмайтындай, сен не істей аласың? Өзге болды. Өзге балалар істей алмайтындай, мен ұялшақ болмаймын. Ұялшақ болмайсың? Еркін сөйлеймін. Керемет, тамаша. Сол мостикке шкафатқа отыра аламын. Мостикке енді кішкене отыра аламын. Мостик шпагат істей аласың, иә? Иә. Керемет. Мінекей, бар екен. Қалай ойлайсың? Не үшін олардан басқашасың? Өйткені олар басқа, мен басқамын ғой. Менің өзге балалардан қарағанда айырмашылығым. Менде былай всегда мысалы көңілді жүріп, өз көзінен жас ағып кете салады. Мен өзім де ойлаймын, бір жағынан көбінесе мектепте бір дайындықтар болатын болса, өзім қатысқым келеді, бірақ қатысам деп айта алмаймын.
бірақ мен актерлік шеберлікке жақын сияқты, өйткені күліп тұрып жылай салам болса, жылап тұрып күле салам жөнінде. Ал анекдоттар білесің бе? Анекдот білмеймін. Ондай қызықпаймын. Онда қызықпайсың, жарайды. Сен бір анекдоттар білесің бе? Жоқ. Білмейсің, иә қазір? Есіңде жоқ па? Жоқ. Жарайды. Жоқ. Қазір есіңде жоқ, иә? Жарайды. Жоқ. Неге? Әзілге жоқпын. Білдім, әзілге жоқсың ба? Иә. Жоқ. Қазір есіңде жоқ, иә? Анекдот білесің ба? Жоқ. Білмейсің ба? Анекдот болғанда балдардың арасында айтамын. Қазір маған бір анекдот айтып бере аласың ба? Анекдоттар сәл андайлау. Жарайды, түсіндім. Ол Жоқ. Анекдот жоқ. білмейсің ба? Хорошо. Ене деген кім? Ене деген менің әйелімнің анасы, өз анам. Қойшы әйелің бар ма сен? Жоқ. Болашақ жарым. Болашақ жарың. Бәсе? Менің мамамның, жоқ, мен папамның мамасы. Саған ене бар ма? Жоқ, анама. Сенің анаңа, ә? Аха, дұрыс. Ене? Ене. Ене деген ол құдағайдың құдағайы. Ене? Иә. Ене. Кім ол? Ол менің әжем болады. Сенің әжең? Саған ене ме? Мамама ене болады. Саған, сенің мамаңа ене, иә? Дұрыс. Ене. Ол адамдар үйленген кезде болады. Мысалға, әйелдің күйеуі болады, соның анасы, күйеуінің анасы әйелге ене болып келеді. Дұрыс. Ене деген адамның енесі да. Менің анамның мысалы енесі бар. Аты Мария. Ол менің апам болады. Ол сенің апаң. Дұрыс. Ене деген бе? Кім? Ене деген Ол. Кім? Ене? Ене деген ба? Иә. Ене деген сен әйеліңнің мамасы емес па? Ене деген болашақ келіннің, яғни күйеуінің екінші анасы, ол өзіне ана болып келеді. Былайша айтқанда екінші анасы. Екінші анасы, иә? Керемет. Кешірім деген не? Кешірім деген біреу саған жақпайтын жамандық істесе, оны кешірсең, сол кешірім болады. Кешірім деген бір жаман қателік жасаса, адамдар кешіреді. Жақсы ниетті адамдар. Кешірім деген ол бір адамды өзінің қателігін түсініп ренжітіп алсаң, одан кешірім сұрауың керексің. Ең бірінші кешірім сұрасаң, ол сауап болады. Кешірім деген Сен үшін кешірім. Кешірім деген өзге адамның саған қиянат немесе бір өзіңнің көңіліңге тиетіндей нәрсе жасаса, сол адамның қателігін не көз жұма қарау, сол адамды кешіре білу. Кешірім деген адамнан кешірім сұрау. Өзіміз досымызды ренжітіп алсақ, қайттан ренжітіп алған досымыздан кешірім сұраймыз. Кешірім деген мысалы бір адаммен ұрысқалы, ренжісіп қалса, дос болмай сөйтіп қалса, онан кешірім сұрайды. Кешірім деген бір нәрсе адамға қиянат жасап қойса, соны барып кешірім сұрайды. Сол.
кешірім деген мысалға бір қателік жасап қойса, ол мысалға кешірім беруге тырысады. Мысалға қателік жасамайтын адам жоқ дейді, сол сияқты кешірім беруге, кешірімді сол айтады мысалы. Кешірім деген мысалы сен бір досыңа қатты өкпелесең ол саған бір жаныңа бататын сөз айтатын болса, сен оны кешірім беріп түсініп білуің керек. Ал сен кімнен кешірім сұрағың келеді? Бар ма сондай адам? Сен біреуді ренжітіп қойған. Мен достарымнан кешірім. Достарынан кешірім сұрағың келеді? Онда тілім жоқ. Жоқ, Мен достарымнан кешірім. достарынан кешірім сұрағың келеді? Неге? Достарыма жақпайтын қылықтар мен ешкімге. Өйткені мен еш нәрсе жасамайтын ешкімге. Ондай адам жоқ, қазір? Жоқ. Сен ешкімді ренжіткен жоқсың? Жоқ. Бар. Мысалы мен достарымнан. Достарынан кешірім сұрағың келеді ме? Оларды ренжітіп қойған ба едің? Иә, ренжітіп қойған. Қазір камераға қарап, олардан кешірім сұрасаң да болады. Мен ба? Кейде ата-анамнан. Ал сен кімнен кешірім сұрағың келеді? Жан достарымды ренжітіп алған кезде. Қазір ондай адам бар ма? Жоқ. Жоқ. Мен ата-анамнан. Неге? Кешірім сұрағым. Ешкімге зиян жоқ. Қазір ренжітіп қойған адамың жоқ. Сондай адам бар ма? Бар, мен осы уақытқа дейін мысалы анамның кешірім сұрағым келеді, егер де біліп білмес деген нәрседен болса кешірім сұраймын. Керемет. Қазір. Ренжітіп қойған адам жоқ, Егер де сіз де өз балаңызды осындай бағдарламада көргіңіз келсе, төменде тұрған номерге жазылып, Жұлдыздар Академияға келіп, өз бағыңызды сынап көріңіздер. Сау болыңыздар!